әдебиеті мамандығымен қашықтықтан өтетін сабағымыздың тақырыбы отбасылық құқық негіздері. Сабағымыздың мақсаты отбасы, неке, бала құқығы, ата-ананың жауапкершілігі туралы ұғымының мәнін ашып көрсету. Жаңа сабақтан алған білімдерін тиянақтай отырып, жаңа сабақты меңгеруге, ұғынуға, отбасы, неке, бала құқығы, ата-ананың жауапкершілігі туралы жалпы конституциялық құқық нормаларының қайнар көздерін аша білуге, талдауға көз жеткізу. Қазақстан Республикасында берілген заңды орындауға, заңсыз іс-әрекет жасамауға тәрбиелеу. Демек, сабағымызды бастаймыз. Отбасылық құқық негіздері. Сабағымыздың жоспары: отбасы және отбасы құқығы, неке түсінігі мен шарты, отбасылық заңнама шарттары мен баланың құқықтары. Отбасы дегеніміз бұл некеден, туыстықтан, бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиелеуге алудың өзге де нысандарынан туындайтын және отбасылық қатынастарды нығайту мен дамытуға септігін тигізетін, мүліктік және мүлікке қатысты емес жеке бастың құқықтарымен байланысқан адамдар тобы. Отбасылық құқық отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы. Неке ерлі-зайыптылар арасында мүліктік және мүліктік емес қатынастар мен міндеттерді туғызатын, отбасын құру мақсатында заңмен белгіленген тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісіммен жасалған ер азамат пен әйел арасындағы тең құқықтық одақ. Егер неке тіркелмесе де, бірақ еркек пен әйел бірге тұрып, балаларын тәрбиелеумен айналысып жатса, мұны да отбасы деп айтуға болады. Егер кәмелетке толған балалар ата-анасымен бірге тұрып, оларға қамқорлық жасап, материалдық көмек көрсетсе, бұл да отбасы. Егер кәмелетке толған ағалары мен қарындастары ата-анасыз бірге тұрып, бір-бірімен қамқорлық жасайтын болса, бұл да отбасы болып есептеледі. Отбасылық қатынастар адамдар арасында некеден, туыстықтан, бала асырап алудан, отбасына тәрбиелеу үшін бала алудан туындайтын қатынастар. Бірақ отбасындағы қатынастардың бәрі бірдей құқықтық жөнмен реттеле бермейді. Отбасындағы қатынастар негізінен адамгершілік игілігіне, нормаларына негізделіп реттеледі. Отбасылық заңнама шарттары: некеге тұру, некені тоқтату, некені жарамсыз деп тану есептеледі. Некеге тұру, некеге тұрушы ері мен әйелдің өзара ерікті келісімі және олардың неке жасына жету болып табылады. Некеге тұру шарттары: некеге тұрушылардың өзара ерікті келісімдерінің болуы, неке жасына жетуі, некеге тұруға кедергі болатын жағдайлардың болмауы. Неке жасы еркектер мен әйелдер 18 жас, дәлелді себептер болған жағдайда 16 жас. Дәлелді себептер: баланың дүниеге келуі, жүкті болуы, неке тұрушылардың біреуінің ұзақ мерзімге іс-сапарға кетуі. Некенің тоқтатылуы: ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқық қатынастарының тоқтатылуын айтамыз. Неке заңда айтылғандай белгілі бір оқиғалардың туына байланысты немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің не екеуінің бірдей қалауымен тоқтатылады. Некені тоқтататын оқиғалар: ерінің қайтыс болуы, соттың ерлі-зайыптылардың біреуін өлді деп жариялауы, некенің бұзылуы, яғни ажырасу. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 31 бабына сәйкес, егер азамат тұрақты тұратын жерде 3 жыл бойы ол туралы ешқандай мәліметтер болмаса, егер ол өлім қаупі төнген жағдайда немесе оның өлімі 6 ай мерзім ішінде жазатайым оқиғадан болды деп есептелуге негіз болатын жағдайда хабар-ошарсыз кетсе, ол азамат мүдделі адамдардың арызы бойынша сот арқылы өлді деп жариялануы мүмкін. Егер некеге тұрушы адамдардың біреуі екіншісінен құрылған отбасы мүшелеріне, жеке басының және қоғамның қауіпсіздігіне нақты қатер төндіретін ауру бар екенін жасырса, онда сотқа некені жарамсыз деп тану туралы талаппен жүгінуге құқылы. Некені жарамсыз деп тану туралы талап қоюға: егер неке жасына толмаған адамнан неке қиылса, кәмелетке толмаған жұбайы, ата-анасы, қорғанышы және қамқоршысы, орган немесе прокурор құқығы. Егер некеге туралы ерлі-зайыптылардың бірінің ерікті келісімі болмаған жағдайда, некені қиюға кедергі келтіретін мән-жайлардың бар екенін білмеген жұбайы әрекетке қабілетсіз деп танылған, жұбайдың қорғаншысы оның алдындағы бұзылмаған неке бойынша жұбайы осы талаптардан бұза отырып, қиылған неке арқылы құқықтары бұзылған басқа да адамдар, сондай-ақ қамқоршы орган мен прокурор жалған некеге тұру некенің жалғандығы туралы мәлімет жұбайы береді. Ерлі-зайыптылардың көзі тірі кезінде неке олар ажырасса да тоқтатылады. Ажырасу арқылы некенің тоқтатылуы. Ағаш органдары. Неке бұзу ағаш органдарында ерлі-зайыптылардың біріккен және жекелеген
ерекше жағдайлардың жұбайының біреуінің өтініші бойынша жүргізіледі. Сотта заңда белгіленген тәртіп бойынша. Ал сотта некені бұзу ерлі-зайыптылардың екеуінің де бірлескен, сондай-ақ жұбайлардың біреуінің өтініші бойынша жүргізіле береді. Оларға уақыт беріледі. Егер сол уақыт арасында екеуі тіл табыса алмаса, онда сот оларды ажырастырады. Алимент. Ажырасқан ата-ананың бірінің балаларға кәмелет жасқа толғанға дейінгі берілетін қаражаты. Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және орналастыру. Өмірдің шындығы сол, барлық балаларға отбасында өзінің ата-анасымен бірге тұру бағы бұйырмаған. Егер баланың ата-анасы болмаса, оны мемлекет өз қамқорлығына алады. Егер ата-ана ата-аналық борышын орындамаса, онда олар сот тәртібімен ата-аналық құқықтарынан айырылады. Ата-аналық құқықтарынан айыруға тек қана соттың ғана құқығы бар. Асырап алу. Баланың мүддесін қорғауды қамтамасыз ету үшін ата-анасыз қалған балалардың заң жүзінде асырап алу мүмкіндігі бар. Мемлекет баланы асырап алуды мақұлдайды, қолдайды. Себебі отбасында бала отбасылық қамқорлыққа кенеледі. Қажетті тәрбие, материалдық жағдай және ата-ананың махаббаты мен мейіріміне бөленеді. Қамқоршы мен қорғаншылдық түсінігі. Ата-ана қамқоршылығынан айырылған балаларға қорғаныш болатын арнайы мемлекеттік органдар болады. Ата-ана қамқорлығынан айырылған балалардың отбасында тәрбиеленуге беру міндеті мемлекеттік есепке алу жатады. 14 жасқа толмаған балалар қамқорлыққа алынады, ал 14-18 жасқа аралығында кәмелетке толмаған балалар қорғанышқа алынады. Патронаттық тәрбие. Патронат азаматтардың отбасында келісім шарт негізінде ата-анасының қамқорынан айырылған балаларды тәрбиелеу формасы. Бұл келісім шарт патронат тәрбиеленуші балаға тәрбие беруге тілек білдіретін тұлға мен қамқорлыққа берген орган арасында жасалынады. Сондай-ақ Қазақстанда отбасы типіндегі балалар ауылы мен жасөспірімдер үйі туралы Қазақстан Республикасының заңы 2000 жылдың 13 желтоқсанында қабылданған. Бүгінгі күні еліміздің осындай балалар үйі бар. Мысалға, Алматы қаласында Соскиндерлов ауылы бар. Бұл жетім балалардың қорғаудың жаңа үлгісі болып табылады. Ауылдардың басты міндеттері: тәрбиеленушілер өздерінің қоғамға қажет екендігін сезінуге, жасанды құрылған болса да, отбасында өсіп жетілуіне жағдай жасау. Қорыта келгенде, әрбір баланың отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге құқы бар. Бала өз ата-анасының тәрбиесіне, өз мүддесінің қамтамасыз етілуіне, жан-жақты өсіп жетілуіне, өзінің адами қадір-қасиетінің құрметтелуіне құқы бар. Баланың мүліктік құқы бар. Әлеуметтік жәрдемақы, зейнетақы ата-ананың қарауына түскенімен, ол балаға білім беруге, тәрбиелеуге және басқа да қажетті шығындарына жұмсалуы қажет. Құрметті білім алушылар, сіздер өсіп келе жатқан жас өспірімсіздер, сіздердің өмірлеріңізде ешқандай қателіктер болмау үшін осы бір видеоны ұсынамын. Ең дамыған 30-қа ену үшін еліміздің заңнамалары халықаралық талаптарға сәйкестендірілуі керек. Әсіресе адам құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету міндет. Кей елдерде баланы ұрмақ түгілі дауыс көтеріп сөйлеген ата-ана абақтыға жабылады. Осылай жауапқа тартудың арқасында бала құқығы мықтап қорғалған. Елімізде 2,5 жылдан бері осы мәселеге бағытталған арнайы бағдарлама жүзеге асырылуда. Нәтижесінде қандай да бір қылмысқа куә болған жеткіншектер жалпы соттың отырысында куәгерлікке тартылмай, бөлек сотта сұралатын жағдайға жетті. Өскелең ұрпақ тәрбиесі қоғам назарында болуы тиіс. Немесе куәгерлікке тартылған балаларға ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Қылмыс жасағаны да, қылмыскерден жәбір көргені де мемлекет тарапынан қорғалуы қажет. Біз Қазақстан үкіметімен бірлесіп 5 жылдық бағдарлама түздік. Бүгінде бала құқығын қорғау жүйесі жаңаша талаптарды қажет етуде. Сондықтан ұдайы талқыға салып отыруымыз керек. Адам және қоғам. Балалар құқығы. Халықаралық ұйымдар балалардың құқығын қорғайды. 1989 жылы 20 қарашада Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы балалардың құқығын қорғау жөнінде келісім жасады. Бұл халықаралық келісім негізінде балаларға ересек адамдардағыдай құқықтар мен бостандықтар берілді. Жастардың өмір сүруге, өзін дамытуға, білім алуға,
өз ата-бабалары туралы білуге және аты-жөнін тегін өз еркімен таңдауға құқығы бар. Ата-аналар баланы бірдей тәрбиелей алмайтын жағдайда, бала әкесінің немесе анасының тәрбиесінде болып, олардың ата-аналарымен, ата-әжелермен байланыста болады. Өкінішке орай осы тақырыбымыз бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы бар. Ол жерде 2-ші бабында осы неке отбасы заңдары толық айтылған. Енді бекіту сұрақтары, қосымша тапсырмалар, кестені, сызбаны толтыру, бұның барлығын білім порталына жүктейтін боламын. Сіздер сол жерден алып, осы бүгінгі жаңа тақырыпты орындайсыздар. Сау болыңыз.